Ерлан тағы бір рет мейрамхананы аралап шықты. Бүгін ол барлық қызметкерлерді есептесіп шығарып салды. Оған қалғаны аз ғана азық-түлік қоры. Ол жақын арада келіп, бәрін жинап, қандайда бір қарттар үйіне немесе басқа жерге апарып тапсырамын деп шешті, маңызы жоқ. Ол бұл мекеменің иесі болғанына бар болғаны 5 жыл болған. Іс жүзінде бәрі жақсы басталған. Пайда түскен адамдар келген. Бірақ 1 жыл бұрын қасында фастфуд ашылды. Адамдар сол жаққа лақтырыла жөнелді. Арзан, жылдам тамақ оларды әлдеқайда көбірек қызықтырды, қарапайым емес тағамдардан гөрі. Ерлан өзін-өзі алдамады. Жылдам тамақ тез жалықтырады деп түсінді. Әрі барлығы оны соншалықты жақсы көре алмайды ғой. Әдеміліктің қадірін білетіндер қайда кетті? Әдеміліктің қадірін білетіндер жоғалмаған екен, жай ғана оған келуді қойған. Себебі аспазшы басқа мейрамханаға ауысуға дайындалған екен, клиенттерге нашар тамақ беріп, сапаны түсірген. Ерлан өзін қатты сөкті. 2 жылдай уақыт бойы мәзірдегі әр тағамды алдын ала дәмін татпай, рұқсат бергенін есіне алды. Енді қонақтар аз келген кезде дәмін татып көрсе, бірден аспазшыны қуып жіберді. Содан кейін түсінді. Одан әрі ештеңе істей алмайды. Өзі плитаның басына тұрып көріп еді, тамақ жақсы пісіре алатын, бірақ мейрамхана деңгейіне жетпеді. Сондықтан ол қатты ойланды. Не істеу керек, жалғастыру ма, әлде бос ғимарат ретінде сату ма? Екіншісін таңдады. Фастфуд пайда болған кезде алған несиесі бар еді, егер мейрамхананы сатпаса, қайтаруға ештеңесі жоқ. Бәрі қандайда бір ыңғайсыз, тазаланбаған күйде тұр. Сатып алушы үшін тазалау керек, әйтпесе ешкім жақсы баға бермейді. Тағы кеше ғана официант қыздар осы жерге демалуға, темекі шегуге, күліп ойнап сөйлесуге келетін. Ол мұны жақсы еститін, өйткені кабинетіне терезе дәл осы жерге қарайтын. Көзінің қиығымен бұта артында қозғалыс байқады. Жылдан барып қарады. Сәлеметсіз бе, кешіріңіз. Оған қорқып үркіп тұрған әйел қарады. Қасында 5 жас шамасындағы қыз бала. Неге осында жасырынып тұрсыздар? Ол күрсініп. Кешіріңіз, біз мейрамхана жұмыс істемейтінін білмедік. Қыздар әрқашан бізге бірдеңе әкеліп беретін. Кешіріңіз, кетеміз деп жүре берді. Бірақ Ерлан тоқтатты. Тұрыңызшы. Сіздерге тұратын жер жоқ па? Ол. Иә, бірақ уақытша ғана. Бірдеңе ойлап табамын деді. Әрине, не болғанын сұрау керек еді. Әсіресе бұл әйел мен бала қарапайым қаңғыбасқа ұқсамайтын. Өмірде бірдеңе болғаны көрініп тұрды. Бірақ оның көзіндегі ауырсынуды, қорқынышты көргенде Ерлан сұрамады. Қай қыздар көмектесетін еді? Оларды жазалағыңыз келе ме? Жоқ, әрине. Тамара, Әлия және Сәуле. Бұл оның барлық официант қыздары еді. Демек өтірік айтпайды. Сіз тазалық сақтауды білесіз бе? Ол таңғалып қарады. Маған ойлайтындай әр әйел біледі ғой. Менімен бірге жүріңіз, бір нәрсе ұсынайын. Олар үнсіз мейрамханаға беттеді. Ерлан қолын кең жайып. Қараңызшы, мұнда бәрі қандай мұңлы әрі қайғылы. Мен сіздерге осында тұруға рұқсат берер едім. Әсіресе азық-түлік ұзаққа жетеді. Ал сіздер біртіндеп бәрін ретке келтірер едіңіздер. Біз осында әрқашан бола аламыз, тамақ пісіре аламыз. Сіз айтқан мерзімге дейін. Иә, дәл солай. Мен сізге қара есіктің кілтін қалдырамын, егер бір жерге шығу керек болса. Тазалауға барлық құрал-сайман бар. Ұйықтауға менің кабинеттегі диванды пайдалана аласыздар, шкафта жастық пен көрпе бар. Ол күлді. Мұнда бәрі жарқырап тұрады, уәде беремін. Ерлан не қайда екенін көрсетті, азық-түлікті де көрсетті. Содан кейін. Кешіріңіз, мұндай сұрақ қоюым үшін, бірақ сіз көшедегі қаңғыбасқа ұқсамайсыз. Әйел, оның аты Ләйла екен, қайғылы күлді. Күйеуім басқа әйел әкелді. Толық бақыт үшін оларға дайын бала керек болды, яғни біздің қызымызды. Ол ешқашан қызымызға қызықпады, оны тек мәртебе қызықтырды. Өзі айтатын. Отбасы әдемі болу керек.
Мен әзірге ризашымды қайтаруға мүмкіндігім жоқ, сондықтан көшіп қонып жүреміз. Ерлан басын шайқады. Бірінші емес, соңғы да емес әңгіме. Әрқашан сұрағым келеді. Неге үйленгенде бәріне қарамадыңдар? Ол ойын оқығандай. Мен не ойлайтыныңызды түсінемін, бірақ күйеуім бұрын ондай емес еді. Біз танысқанда маған 20 жаста болатын. Маған мемлекет пәтер берген, оны сатып үлкен үй алдық. Күйеуімде ақша қосты, әрине. Енді оған тұратын жері бар, маған жоқ. Ерлан есік тұтқасын ұстады. Жақсы, мазаламаймын. Кабинеттегі үстелдің тартпасында менің телефоным бар, нөмірім визиткаларда. Қажет болса қоңырау шалыңыз. Ләйла оның қолынан жұмсақ ұстады. Айтыңызшы, неге мейрамхана жабылды? Ол соншалықты танымал, жақсы жер болатын ғой. Солай болды. Әйелдерді ғана алдайды деп ойлайсыз ба? Достарды да, жұмыс берушілерді де алдайды. Осы аптада сатып алушы табамын деп ойлаймын. Ерлан шығып кетті. Ол Ләйла мен Ризашаның қатты шаршағанын көріп, мазаламауға шешті. Жүрегінде біртүрлі сезім болды, Ләйла өз адамындай көрінді. Алғашқы сапары 3 күннен кейін, жай ғана жағдайын білу үшін келді. Барлық үстелдер залдың бір шетіне жиналған, кілемдер жиналған, нағыз тазалық жүріп жатыр. Ләйла күлді, ол әлде қайда жақсы көрінді. Ерлан оған 30-дан аспайтындай ойлады. Ол қабағын көтерді. Сізде түскі аста дайын ба? Ләйла ұялып бас изеді. Сізде сонша азық-түлік бар, әрі-бәрі соншалықты дәмді. Ерлан Ризашаның анасына үстел жабуға көмектесіп жатқанын қарап күлді. Қыз соншалықты тырысты, тілін шығарып алған. Түскі ас сондай дәмді болды, мейрамханада ешқашан ондай дәм татпаған. Ерлан, сіз қайда оқыдыңыз? Ол күлді. Иә, оқыдым да. Жалпы, мүмкін болса тәулік бойы тамақ пісіре берер едім. Қарапайым өнімдерден ерекше тағам жасаған ұнайды. Ерлан күрсінді. Неге сізді бұрын кездестірмедім екен? Мүмкін мейрамхананы бірге көтерер едік. Ләйла мұқият қарады. Қазір кеш пе? Мен ондай тәуекелге бара алмаймын. Ештеңе шықпаса, үлкен қарыз болады, қайтаруға шамам келмейді. Ләйла күрсінді. Өкінішті, сіздің мейрамхана ұнайды. Біз 1-2 рет күйеуіммен осында келгенбіз, әлі үйленгенде, басында. Ләйла кенет бұрылып көзін сүртті. Мен бәрін ретке келтіремін, уайымдамаңыз. Келетін болсаңыз, алдын ала ескертіңіз. Ерлан тағы бір рет келді, бірақ ішке кірмеді. Мейрамхана жақында өзінікі болмайтынын ойлағанда жүрегі қан жылады. Келісілген күні ол және тағы бірнеше адам мейрамханаға келді. Сатып алушы банк иесі мәліметтерді білгісі келді, әрине жақсы баға алғысы келді. Сатып алушы оның бағасына келіспеді. Алдымен ішін қарап, содан кейін шешеді деп шешті. Мейрамханада мінсіз тазалық, бүйір үстелдерде гүлдер, залда тамақтың иісі тарап тұр. Банк иесі мұрнын жұтты, сосын таңғалып Ерланға қарады. Сіздің мейрамханаңыз шынымен жұмыс істемей ме? Мұндағы иіс ең жақсы жұмыс істеп тұрған мейрамханалардан артық. Бүгін арнайы сіздер үшін дайындадық. Отырыңыздар. Ол ас үйге жүгірді. Риза кабинетте сурет салып жатыр, есік ашық, теледидардан мультфильм дыбысы естіледі. Ләйләні ас үйден тапты, ол бозарып кеткен. Не болды? Ерлан қонақтардың арасында. Менің күйеуім. Сол өзі қызымды тартып алғысы келетін, мені бәрінен айырған. Қайсысы? Көк костюмдегі. Қызық, мейрамханаға сонша ақшаны қайдан табады? Ол ақшаны тапқан жоқ, несие алып жатыр. Жақсы, маңызы жоқ, қалдырыңыз, мен өзім шығарамын. 15 минуттан кейін бәрі ынталы жеп жатыр. Біреуі. Ессіздік соншалықты дәмді, мен бәрін жеп қойғанымды байқамадым. Банк иесі бас изеді. Келсеңіз, егер осы мейрамхананы алсаңыз, осыны дайындаған адамды қалуға көндіріңіз. Бәрі Ерланға қарады. Оның басында ойлар айналып жатыр. Сіздің аспазыңызды көрсетесіз бе?
Бұл нағыз шеф екені анық. Біреуді шақырдыңыз ба? Жоқ. Енді не істеу керек? Ләйла залға шықты. Мен қиын жағдайға түсіріп тұрмын ба? Сәлеметсіз бе? Сатып алушы орнынан атып тұрды. Ләйла, сен мұнда не істеп тұрсың? Мен осында тамақ пісіремін, ал сен айқайламашы. Сенде дауыс қайдан шықты? Ләйла иығын көтерді. Мүмкін сен маған пәтерді тартып алғаннан кейін. Немесе үйге көңілдес әкеліп, мені баламмен қуып шыққан кезде. Үндеме. Банк иесі таңғалып сатып алушыға, сосын Ерланға қарады. Ерлан бас изеді. Мен де білемін. Қаласаңыз, кейін толығырақ айтып беремін. Банк иесі бас изеді. Кешіріңіз, бірақ мұндай адамдармен ісім жоқ. Несие болмайды. Ерлан сатып алушыға күлді, шын мәнінде мұрынды сындырғысы келді. Білесіз бе, мен сатудан бас тартамын. Мұндай аспазбен мейрамхананы тез көтереміз. Сатып алушы атып тұрды. Бәрің өкінесіңдер. Ал сен, жәдігөй, әсіресе. Мен саған қызыңды тартып аламын, сенде тұратын жерде, ақша да жоқ. Ерлан де тұрды. Міне, осында қателестің. Ләйла маған тұрмысқа шығады. Ризаны мен қызым деп санаймын, әйтпесе мұрныңды сындырамын. Ол мейрамханадан жүгіріп шықты. Ләйла жай ғана жылады. Ерлан Сергеевич, мен сізге өте қолайлы жағдайда несие беремін. Бірақ менің де сіздің мекемеңізде орным болады ғой. 3 ай өтті. Мейрамханада аз ғана өзгеріс болды залда. Бірақ ас үйде толық жаңғырту жасалды. Ерлан өзінің официант қыздарына қоңырау шалды, көбі басқа жерлерде жұмыс істейтін, бірақ бәрі келді. Ертең ашылу. Ас үйде қайнау бар. Ерлан бірнеше рет кіріп қарады, бірақ оны бірден қуып жіберді. Ол залдың ортасына отырып айналаны шолды. Бәрі әдемі, мінсіз таза, бәрі Ләйланың еңбегі. Ол шаңды километрден сезетін сияқты. Сені неге кірмейді? Деп Риза қасына отырды. Кірмейді. Ол ұзақ күрсінді. Риза күлді. Қайғырма, мені де кірмейді. Анама тамақ пісіргенде ешкімді байқамайды. Ерлан күлді. Сені деме. Мені деме. Мен ренжімеймін, анаң құмар адам. Риза ересек сөздерді қайталап тұрғаны көрініп тұрды, мағынасын толық түсінбесе де. Риза мен Ләйла оның үйінде тұрады. Ол оларды күйеуімен кездескеннен кейін бірден алып кеткен. Адвокат тапты, мүлікті бөлуге кірісті, бұрынғы күйеуі қиындық туғызғанымен. Ләйла әлі білмейтін. Бүгін ол еркін болды, бұрынғы күйеуі оның пәтерінің ақшасын картасына аударды. Риза, мүмкін балмұздақ жеп қайтайық па? Не отырмыз мұнда, бізді кірмейді ғой. Жарайды. Тек анама көрінбесін. Ол кешке тәтті, майлы зиян дейді. 1 сағаттан кейін Ләйла келді. Ол тоқтап, Ерлан мен Ризаның балмұздақ жеп жатқанын күліп қарады. Сосын үстелге қарап, әрең есін жимағандай. Сендер есіңдерден адасыпсыңдар ма? Сонша жеп қойғансыңдар. Риза жылдам Ерланға қарап күлді. Ләйла олардың соңынан қарап, сосын күліп жүгіріп жетті. Оларды жағалауда қуып жетті демін алғанша қатар жүріп. Ерлан кенет тоқтады. Бүгін сені ажырастырды ғой, Ләйла. Енді некеге теріс қарайсың ба? Білмеймін, ойлаған жоқпын. Сен ойланшы. Ерлан оны өзіне бұрып қатты сүйді. Тек ұзақ ойланба, мен жүзікте сатып алдым. Егер әңгіме ұнаса, маған қолдау көрсетіңіздер, жоғарыдағы саусақ белгісін басыңыздар. Сіздер үшін бір ғана әрекет, ал мен үшін өте маңызды. Аман болыңыздар.